Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жібек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сиыр еті, пияз, сәбіз, дәмдеуіштер, нан, сүт, су, жұмыртқа және сарымсақ керек болады. Нанымыздың қатты бөлігін алып тастап, табаққа салып, үстіне сүт құямыз. Енді блендеріміздің ыдысына ұсақталып туралған етімізді саламыз. Көмегімен ұсақтап аламыз. Одан кейін пиязымызды саламыз. Оның үстіне сарымсағымызды салып, тағы да ұсақтаймыз. Сәбізімізді де дәл солай жасаймыз. Барлық ұсақталған заттарымызды біріктіріп, табағымызға салып, жаңағы нанымызды саламыз. Дәмдеуіштерімізді қосамыз. Бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді осының үстіне салқын суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Салмамызды 5-6 минуттай осылай ұрғыштаймыз. Котлеттеріміз сол кезде үлпілдек, дәмді болып шығады. Енді осы массамыздан котлеттерді дайындаймыз. Ұнға аунатып, бәрін осылай дайындап аламыз. Мінекей котлеттерімізді дайындап алдық. Шамамен 15-17 данадай котлеттер шығады. Енді табамызды отқа қойып, үстінен пергамент қағазын қойып, 5-6 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап қыздырамыз. Жақсылап қыздырылған майымыздың үстіне котлеттерімізді тіземіз. Пергамент қағазын төсегеннен кейін ешқандай май жан-жаққа шашырамайды. Котлеттерімізді екінші бетіне аударамыз. Тағы да қызартып пісіретін боламыз. Котлеттеріміз дайын болып қалды. Енді табамызға кішкене май құйып, сәбізді салып, жақсылап қуырамыз. Сіздер пияз, болгар бұрышында қоссаңыздар болады. Үстіне тұз сеуіп, араластырып, кішкене қуырып аламыз. Осының үстіне котлеттерімізді тізіп, оттың астын баяулатып, қайнаған суымызды құйып, бетін жауып, 15-20 минут бұқтырамыз. Осымен біздің дәмді котлеттеріміз дайын. Гарнирін өзін қалауыңызша ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет.